Маңызды мереке қарсаңында бір топ ақтөбелік судьялар мен сот қызметкерлері марапатталды. Олар елбасы жарлығымен тағайындалған мерейтойлық төсбелгіні облыстық сот төрағасы Мұратқали Акетайдың қолынан алды. Ширек ғасырда сот жүйесінің дамуына сүбелі үлес қосқандар мен өз ісінің үздігі болған жас мамандар да назардан тыс қалмады. Мәжіліс залына салтанатты түрде мемлекеттік ту кіргізілді. Әнұран орындалды. Салтанатты шараға жиналғандардың көңілдері көтеріңкі. Олардың көпшілігі ұзақ жылғы еңбектері үшін марапатқа ие болды. Алдымен сөз алған облыстық соттың төрағасы Мұратқали Акетай ел дамуымен қатар өркендеп келе жатқан сот жүйесінің маңызына тоқталды. Жүктелген жауапкершілік пен артылған міндеттің жүгі ауыр екенін атап өтті. Ең бастысы жуырда президент қатысуымен өткен 7-ші съезде берілген сот жүйесін одан әрі жетілдіру туралы тапсырманы орындау деді. Судьялардың қызметіне ерекше көңіл бөлінуі, елбасының сот жүйесіне деген қамқорлығын тағы бір айғағы. Еліміздің елдігін көрсететін, жас мемлекетіміздің қалыптасуымен қол жеткізген жетістіктерін толық қамтылған тәуелсіздігіміздің 25 жылдығы декларациясы қабылданды. Бұл тарихи оқиғаның судьялардың 7-ші съезінің тұспа-тұс келуі өткізілген съездің маңыздылығын айқындата түсті. Қазақстан Республикасы жоғарғы сот төрағасының тікелей басшылығы арқасында республикамыздың сот жүйесі әлем таныған сот жүйесі болып қалыптасты. Осындай ұлы мереке қарсаңында сіздерді 16 желтоқсан Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 25 жылдық мерекесімен құттықтаймын. Салтанатты шарада 50 адам облыстық сот төрағасы қолынан марапат алды. 17-сі президент жарлығы бойынша тәуелсіздікке 25 жыл мерейтойлық медальмен марапатталды. Олардың қатарында осы саланың ардагері, отставкадағы судья Искендір Мұратханов та болды. Судьялар сот жүйесінің қарқынды дамып, осы жылдар ішінде азаматтар үшін қолжетімді болғанын атап өтті. Мемлекет басшысы ұсынған ұлт жоспары сот саласына тың міндеттер жүктейді дейді. Бұрынғы 5 сатылы сот қысқарып, қазірде 3 сатылы сот болды. Соттың келіп кеткеннен кейін оның айлап, жылдап қағазын күтіп жатпайды. Сол күні жаңағы шешімін, сосын қаттамасын бәрін қолына алады. Тәуелсіздік мейрамымен құттықтаймын. Тәуелсіздігіміздің тұғыры биік болсын. Әр уақытта ел үшін, халық үшін аянбай қызмет жасайық. Сот төрелігінің үстемдік құруы дамыған мемлекеттердің жолы. Сондықтан елімізде сот жүйесін жетілдіру тәуелсіздік жылдары елбасы назарынан тыс қалған емес. Биыл Қазақстан судьяларының жаңа әдеп кодексі қабылданды. Бұл құжат судьялардың тәуелсіздігін, адалдығы мен теңдігін, әдеп нормаларын сақтауын одан әрі арттыра түспек. Бүгінгі шарада 5 адам мінсіз қызмет үшін медалімен, тағы бірнеше адам құрмет белгісі және грамоталармен марапатталды. Сот жүйесінің үздігі ретінде танылғандар да қошеметке ие болды. Жалпы бір мерекеде 50 адамның марапат алуы облыстық сот тарихында алғаш рет болып отыр. Салтанатты шара концерттік бағдарламамен жалғасты. Айта кеткен жөн, облыстық сот төрағасы Мұратқали Акетайдың бастамасымен мереке қарсаңында сот саласының 33 ардагеріне республикалық басылымдарға жазылу мүмкіндігі берілді. Олар бір жыл бойы заң газетін тегін алатын болды. Райгүл Шыбайқызы, Мержан Аманжолов, Қазақстан, Ақтөбе.